Сәлем баршаңызға. Бүгін біз ерекше тағамдардың бірі жаппасай дайындайтын боламыз. Егер сіздер осы рецептте жасайтын болсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараймыз. Ең бірінші жаппасайдың қамырын илейтін боламыз. Ол үшін жұмыртқамызды, тұзымызды саламыз. Бірінші араластырып алып, үстіне су құямыз. Барлығын тағы да жақсы етіп араластырамыз. Одан соң илектен өткізілген ұнымызды саламыз. Алғашында шанышқымен араластырамыз, одан соң қолмен илейміз. Енді қамырымызды тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін табамызды отқа қойып, ішіне сұйық май құямыз. Одан кейін ұсақтап туралған етімізді саламыз. Етімізді кішкене қуырып аламыз. Еттің өзінің шырыны шығып қуырылады. Міне осындай болып қарайып қуырылды. Одан соң үстіне ұсақтап туралған пиязымды және сәбізімді, картобымды салып, жақсылап араластырдым. Осы жерде дәміне қарай тұзын, бұрышын дәмдеу үшін саламыз. Және бір қасық томат пастасын саламыз. Барлығын жақсы етіп араластырып, 10 минуттың көлемінде қуырып аламыз. Одан кейін үстіне су құямыз. Су картоптың бетін жауып тұратындай болып тұруы қажет. Қамырымызды алып, осылай жұдырықтап басып шығамыз және оны илейтін боламыз. Қамырымызды дөңгелек пішінге келтіріп илейтін боламыз. Әлсін ұн салуды ұмытпаңыздар. Бұл жерде қамыр жұқа иленуі қажет. Артынан дастарханның суреті көрініп тұратындай болу керек. Менде мына жерде қамырым өте үлкен болып кетті. Сондықтан қамырымды 4-ке бөліп алдым және әрбір қамырға осылай май жағамыз. Міне видеодан қарасаңыздар, менің қамырымның астынан дастарханның суреті көрініп тұр. Осылай сұйық майды барлық жеріне жағып шығамыз. Енді қамырымызды 4 бұрыштылап кесеміз. Барлығын осылай кесіп аламыз. Міне қамырымыз осындай жұқалықта болуы қажет. Біздің етіміз, картобымыз, сәбізіміз барлығы пісті. Енді оның үстіне осылай қамырымызды бір-бірлеп жайып шығамыз. Қамырлары бір-біріне жабысып қалмайды. Енді осыны 25-30 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне біздің жаппасайымыз дайын болды. Енді осылай қамырды алып, осылай етіп ораймыз да, барлығын тарелкамыздың шетіне қойып шығамыз. Енді салмасын осылай ортасына салып шығамыз. Астында қалған осылай шырынын бетіне құйып шығамыз. Мінекей жаппасай атты тағамымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелуге ұмытпаңыздар.